Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Біз Қазақстан мен әлемнің киберспортына қатысты жаңалықтарды айтамыз. Біздің шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Қазақстан командасы Азиадада Dota 2 турнирі бойынша ширек финалға шықты. Өкінішке қарай бұл біздің елімізден ойында қалған жалғыз команда. Роман Мұқаевтың шәкірттерінің қарсыласы әлі анықталған жоқ және жарыс Ханчжоу уақыты бойынша 30 қыркүйекте кешкі сағат 7-де, ал Алматы уақытымен кешкі сағат 9-да болады. Отандастарымызға шын жүректен сәттілік тілейміз. Dream City Kingdoms турнирі бойынша Азиадада Қазақстан құрамасы 5-ші орынды алды. Команда Филиппин мен Өзбекстанды жеңіп, ширек финалға шыққан еді, бірақ өкінішке қарай Таиландтан жеңіліп, жарыстан шығып қалды. Ал сенбі күні Тай командасы Вьетнамнан жеңіліп, 4-ші орынды иеленді. Қазір Dream City Kingdoms турнирі бойынша үздік үштікте тұрған Қытай, Гонконг және Вьетнам командалары. Бірақ League of Legends турнирі бойынша біз ең соңғы орында тұрмыз өкінішке қарай. 25-ші қыркүйекте қазақстандық құрама топтық кезеңнің 2 матчында да жеңіліп қалды. Бірақ қазір осы турнир бойынша үздік төрттікте Қытай, Оңтүстік Корея, Вьетнам және Қытай Тайбэйі құрамалары тұр. Киберспорт тарихындағы Азиадада алғашқы алтын медальды қытайлықтар жеңіп алды. Arena of Valor финалдық матчында олар малайзиялықтарды 2-0 есебімен жеңді. Ал Таиланд Вьетнамға қарсы матчта қола алды. Айтпақшы, Қытай құрамасы жалпы медаль саны бойынша көш бастап тұр. Олардың Азиадада 200-ден астам марапаты бар екен, соның ішінде бірнеше алтын медаль алған. Бірақ соған қарамастан Қытайда осы геймингке қатысты бірнеше шектеулер бар екен. Мәселен, кәмелет жасына толмағандар аптасына компьютер алдында тек бірнеше сағат қана отырып ойын ойнай алады. Ал бақ Қытайдың осы шектеулеріне байланысты киберспортта бұл еш нәрсені өзгерте алмайтынына сенімді. Айтпақшы, біз Қытайдағы ойындарды сату көрсеткішіне қарайтын болсақ, қытайлықтардың ойынға деген қызығушылығы біраз төмендеген. Өйткені осы жылы кейінгі 10 жыл ішінде алғаш рет бұл көрсеткіш 10%-ға төмендепті. Ал бұл қытайлықтардың киберспорттағы жетістігіне әсер ете ме? Оны да көре жатармыз. Қытай командасы алтын алған турнир туралы айтайық. Arena of Valor туралы біз бұған дейін бірнеше рет айттық, бірақ бұл қандай ойын? Қазақстанда Arena of Valor туралы көп нәрсе білмейтін сияқты. Жалпы Arena of Valor ол Қытайдың Honor of Kings ойынның халықаралық деңгейдегі түрі. Екеуі де мобильді форматта және League of Legends ойынына ұқсайды. Аренада әртүрлі режим бар, мәселен 1-1, 3-3, 5-5 деген сияқты деңгейлерде ойнауға болады. Сонымен қатар бұл ойында 100-ден астам кейіпкер бар және оның әрқайсысы өзіндік ерекше қабілеттерге ие. Кейіпкерлер құрылымдарды бұзу, жаулармен күресу арқылы алтын медаль алады. Сол алтын арқылы өздеріне тәжірибе жинайды. Ал сол тәжірибелер кейіпкерлерге жаңа опцияларды қосады. Бірақ ойындағы дүкеннен сатып алған заттар матчтан матчқа ауыстырылмайды. Сол себепті турнирде барлық қатысушы ойынды тең дәрежеде бастайды. Айтпақшы, Google Play'де осы ойынды 10 миллионнан астам адам жүктеген екен, бірақ олар сервердің нашар екенін айтып пікір жазған. Ал сіз бұл ойын туралы бұрын соңды естігенсіз бе? Сізде Arena of Valor'ды жүктеген кезде ешқандай қиындықтар болмады ма? Сіз де пікірге жаза кетіңіз. Оңтүстік кореялық спортшылар Азиада ойындарында тіпті киберспорт бойынша жеңіске жетсе, әскерге бару уақытын созалады. Олардың Street Fighter және League of Legends'те алтын жеңіп алған сондықтан шығар. Жалпы Оңтүстік Кореяда ер адамдардың әскерге баруы міндетті және әскерге жарамды адамның барлығы 28 жасқа дейін 18 ай қызмет ету керек. Бірақ спорттағы, поп мәдениет өнердегі немесе ғылымда жетістікке жеткен адамдар әскерге бару уақытын 30 жасқа дейін созалады. Бұл мүмкіндікті кейбір кореялық әншілер мен олимпиада спортшылары қолданған екен. Алдағы уақытта киберспортшыларға да осындай мүмкіндік тууы мүмкін. Valve компаниясы CSGO серверлерін ресми түрде жапты. Киберспортшылар Әлішер Никами Масақбай мен Абылай Оксиджан Хамитов осы жаңалыққа қатысты. CS2 жаңа ойын, енді жаңа механиканы меңгереміз деп өз пікірлерін білдіріпті. Киберспортшылар бірақ бұған дейін CS2-ге қатысты жағымсыз пікір естігенін және оның алдағы уақытта лайықты ойын болуын қалайтынын айтты.
27 қыркүйекте Counter-Strike 2 ойыны шықты. Бірақ ескеретін жайт, енді CSGO серверлеріне мүлдем кіруге болмайды. CSGO-дың бұрынғы нұсқасынан барлық элементтер жаңа нұсқаға көшірілді, бірақ кейбір режимдер мен ойында жинаған жетістіктер өшіп қалған екен. Ал бұған пайдаланушылар жағымсыз пікір жазып жатыр. Айтпақшы, CS2 шыққан уақыттан бастап миллионнан астам адам ойнаған. Ал 25 қыркүйекте Dota 2 бойынша Malta Vibes номер 4 турнирі басталды. Онда TMD-ның атынан Yellow Submarine командасы қатысады. Онда 1-3 қазақстандық спортшы ойнайды. Бұдан басқа біздің ойыншылар қатысатын бірнеше команда бар. Жүлде қоры $50,000. Ол үшін 16 команда бақ сынасады. Бірінші орынға соманың жартысына жуығы беріледі. Топтық кезеңде Сайп Team және Nemiga Gaming көш бастап тұр. Екі командада бұған дейін 3 рет жеңімпаз атанған. Ал Сайп командасында біздің отандасымыз Ерлан Леспек ойнайды. Отандасымызға шын жүректен сәттілік тілейміз. The International 2020 жүлде қоры 2015 жылдан бергі ең нашар жүлде өсімін көрсетті. Өткен жылы дәл осы кезде International жүлде қоры $4,7 миллион жетіп, TI9 бен TI10-ның алдында $5 миллион асып түскен еді. Бірақ осы жұмадағы көрсеткіш бойынша жүлде қоры тек $2,5 миллион түсіп қалған. Стример Жангорг Стефановский Valve'ден негізгі жарнаны көбейту керек деп санайды. Алматыда алғаш рет MLBB бойынша MCC S2 LAN финал өтеді. Іс-шара 7 және 8 қазанда форум ойын-сауық орталығында өтеді деп жоспарланған. Және бұл турнирге Шығыс Европа мен Орта Азиядан командалар қатысады. Қазақстаннан VSG ауыстыру ойыншысы Папа Римский және Дюсволд ванерлерінің астында өнер көрсететін Шесульский қатысады. Бұл турнирде басты жүлде қоры $30,000 және жеңімпаз атанған команда M5 World Champions'ке шығуға мүмкіндік алады. Киберспорт әлеміндегі жаңа жанжал. Ресейлік команда $200,000 жүлдені ала алмайды. Олар Fortnite Champions Series 2023 Major 3 турнирінде жеңіске жетті. Алайда Epic Games компаниясы Ресей Федерациясының төлқұжатына байланысты Данил Патрик Абдрахманов пен Егор Свитей Люсюкадан бас тартты. Ұйымдастырушылар Ресейді жүлде алуға шектеулі аймақ деп санайды. Ал қатысушылар турнирге қатысуға, жүлде алуға рұқсат етілген Беларусьтен ойнадық дейді. Олар ақша алу үшін шотты Қазақстаннан ашқан екен. Біз осы жағдайды соңына дейін назарда ұстаймыз. Егер қандай да бір жаңалық шығып жатса, сіздермен міндетті түрде бөлісеміз. Қазір киберспорт үшін басты сынақ қандай? Сіз қалай ойлайсыз? Ал STWS сарапшылары монетизация және командаларды тиімді басқару деп санайды. Біз сіздер үшін қазір бір зерттеуді талдап береміз. Ең негізгі мәселе командаларға тұрақты табыс көзін табу. Жүлде ақшасы мен демеушілік қолдау үнемі жете бермейді. Ал сарапшылар, ойынды шығарушылар сырттан инвестиция болмаған кезде бәсекеге қабілетті ойын жүйелерін қолдап дамытуы керек дейді. Олар сонымен бірге командаларға тұрақты бизнес модельдерін құруға көмектесе алады. Айтпақшы, киберспорт лигалары мен командалары ойын ішіндегі микротранзакциялар кірісінің бір бөлігін ала бастайды. Бұл кезде пайдаланушылар виртуалды заттарды ойын валютасының көмегімен сатып алады. Ал бұл шағын сатып алулар кейбір компанияларды кірістерінің үлкен үлесі. Мысалы, осындай кіріс арқылы 2022 жылы Activision Blizzard $миллиардтаған байыды. Ал CSGO-ды шығарған Valve компаниясы өткен жазда бір жыл ішінде ойын ішіндегі стикерлер мен капсулаларды сатудан тапқан $70 миллион астам қаражатты командаларға бөліп бергенін айтады. Біз Cyberallan командасы Қазақстанда киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты ақпарат тарату мақсатында апта сайын сіздермен осындай жаңалықтарды бөлісіп отырамыз. Біздің шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін және киберспортқа қатысты жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, біздің YouTube, Telegram арнамызға және TikTok, Instagram парақшамызға тіркеле кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.